Сәлем, мен есім Сүлейменов Ақан Сері, қоғам белсендісі. Бүгін біз желі гид бағдарламасын бастаймыз. Әлеуметтік зерттеулерден бастайықшы. Ғаламтор арқылы әлеуметтік желілерде әртүрлі теріс ағымдарға еріп кетпеудің келесідей себептері болады. Бірінші кезекте әрине ол діни білімсіздік, бастапқы білімнің болмауы. Содан екінші себеп туындайды, ол діни ақпараттың адамның сана сезіміне дұрыс қалыптаспауында. Келесі діни ақпараттарды нақты әрі сенімді интернет ресурстарынан меңгермеу, ал әлеуметтік қиын жағдайларға тап болған адамдар өздеріне қолдау іздеу арқылы теріс ағымдарға еріп кетпеу. Келесі көрсе қызарлық, ортаға еріп кету, және де сыни пайымның болмауы. Critical thinking деп айтып жатамыз ғой. Діни ақпаратты кез келген адам интернет желісі арқылы еркін меңгере алады. Ғаламторда толып жатыр әртүрлі бейнероликтер. Бірақ та сол бейнероликтерді көрген кезде, қараған кезде сізде түрлі күмәнді сұрақтар пайда болуы мүмкін. Ал олардың жауабын діни мамандардан немесе басқармаға барып жүгінген дұрыс. Солар біледі, солардан жауап іздеген абзал. Діни уағыздарды көріп жатқанда, естігенде сіздің сана сезіміңізді қармап алатын түрлі тіркестер болады. Оны олар жиі тәжірибесінде қолданады. Мысалға, демократияны ашық айыптау, олар үшін бұл ұғым күпірлік, ал мемлекетті басқару тек қана Алланың иелігінде деп есептейді. Заң шығару Алла ісінен бас тарту, ал құқық қорғау қызметкерлерінің жұмысын кәпірлікке теңейді. Ата дәстүрімізді мойындамау, намаз оқымайтын адамға үйленбеу секілді ашық айыптауларды естіген кезде, көрген кезде бірден стоп батырмасын басу қажет. Сенімді ресурстардан білім алу үнемі маңызды. Елімізде 30-ға жуық ресми сайттар жұмыс істеп тұр, оларды діни басқарма бекітіп берген. Қазислам порталы, Муфтият KZ, Фатуа KZ сайттарына кіріп, өздеріңізді толғандырып жүрген күмәнді сұрақтарыңызға онлайн байланыс арқылы жауаптарыңызды ала аласыздар. Ұлытау облысының тұрғындарының діни сауалдарын облыстық дін істер басқармасының мамандары мен теологтары әрдайым көмектесуге және жауап беруге дайын. Олар Жезқазған қаласы, Желтоқсан көшесі 25 мекен жайында орналасқан.